Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай үй жағдайында жасалатын кепси, куриный стрипсиді жасайтын боламыз. Бұл өте дәмді, сочный болып шығады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер, жаңа рецепттерді жіберіп алмаңыз. Ең алдымен біз осындай куриный филені алатын боламыз. Бұның сүйектері жоқ, жұмсақ болып тұр. Қазір осыны біз өзіміздің кез келген ұнайтын формамызға кесіп, дайындап аламыз. Мен осылай ұзынша етіп турап барлығын бір формада келтіріп алдым. Сіздер де осылай кесіп істесеңіздер болады. Жеген кезде де өте ыңғайлы болып келеді. Бұл жерде тауықтың төс еті 500 грамм шығады. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қанша істейтін болсаңыздар, соған қарай етті алып турап аласыздар. Сосын барып, енді мариновка жасаймыз. Бізге осындай три желанияның кетчуп майонезі қажет. Барлығын көз мөлшерімен жасадым. Келесі бізде приправа для курицы, осы тауық етіне арналған приправаларды қосатын боламыз. Осылай барлығын қосып, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Сосын барып, перец бізде қара бұрышты да қосып жібереміз. Дәмі кіру үшін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді өздеріңіз қоссаңыздар болады. Бұл жерде келесі паприка. Паприканы да көз мөлшерімен қосамыз. Және де біздің дәмін ащы қылып жегілеріңіз келсе, осылай қызыл бұрышты да қоссаңыздар болады. Соңында барып, 2 ас қасықпен сұйық майымызды құямыз. Сосын барлығын таза қолымызбен араластырып, мариновка жасап қойдық. Міне, болғаннан соң бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 2-3 сағатқа жібереміз. Міне, бізде 3 сағат өтті. Алдын ала осылай майымызды қыздырып қоятын боламыз. Мұнда біз ұнымызды және де тұз және де қызыл бұрышты салып араластырып дайындап аламыз. Сосын барып ұнға аунатамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Ұнға аунатып, алдын ала дайындап қоямыз. Мұнда біз газымыздың астын қосып, сұйық майымызды да құйып дайындап аламыз. Сосын біз және де 2 жұмыртқаны алып, ыдысымызға жарып, тұзын қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Біз жаңағы бір рет ұнға аунатып алғаннан кейін барып, біз осы жұмыртқаға да тағы бір аунатып, ұнға салып, сосын барып майға жіберетін боламыз. Сонда біздің куриный стрипсиміз өте дәмді, хрустящий және сочный болып шығады. Сіздер де осылай жасаңыздар. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Бізде мұнда майымыз алдын ала қыздырып қойдық, қызып тұр. Енді барып майға салып пісіретін боламыз. Міне біз дайын болды, майымыз да қызып тұр. Енді барып майға салып, қызып тұрған майға салып пісіретін боламыз. Осындай жан-жағы жабық ыдыста қуырсаңыздар, сіздердің майларыңыз жан-жаққа шашырамайды, және де жан-жағы тап-таза болып, аккуратно пісетін болады. Сіздер де осындай барынша жабық ыдыспен пісірсеңіздер, өте керемет болады.
Ал достар, біздің міне куриный стрипсиміз дайын болды. Үй жағдайында өте дәмді болып шығады және де пайдалы. Өздеріңіз мысалы үйде жасасаңыздар, сұйық майға жасайсыздар, бір рет қана қолданып. Ал магазинде жасаған сұйық майды қайта-қайта пісірген сайын ол сұйық майдан түрлі химикаттар бөлініп, мысалы бізге зиян болып табылады. Сондықтан да көбінесе дайын тағамдарды өздеріңіз үйде жасасаңыздар керемет болады. Достар, егер де менің видеом ұнаса және де пайдалы ақпараттарым ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын!